Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ыстық тағам, өте тойымды тағам, кандюбе деп аталатын тағамды жасайтын боламыз. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңыр белгісін басуды ұмытпаңыздар, сол кезде бірінші болып көресіздер. Келесі видео рецептінде осы хит болып жатқан, мастер-класста үйретіп жатқан пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге керегі осы етімізді турап аламыз видеодағыдай, сосын сәбізімізді турап аламыз, пиязымызды да майдалап турап аламыз. Сковородкамызға майымызды құйып, немесе қазанға істесеңіздер де болады. Қуырып, кішкене етімізді қызартып қуырамыз. Етіміз жақсылап қызарып қуырылған соң, үстіне сәбізіміз бен пиязымызды салып, тағы да кішкене қуырып аламыз. Ал картошкамызды біз майға бөлек қуыратын боламыз, немесе қуырмасаңыздар да болады, негізі қуырып салсаңыздар езілмей әдемі болып піседі. Картошкамызды алдын ала қуырып аламыз. Енді қуырылып тұрған пияздың етін үстіне болгарский мен петрушкамызды салып, тағы да қуыратын боламыз. Ендігі кезекте біз қамырын дайындайтын боламыз. Қамырына су, 60 граммдай тұз, бір жұмыртқа ұн салып, қамырымызды илеп тындырып қоямыз. 15 минуттан кейін тағы да қамырымызды бір қайтарып, сосын жаятын боламыз. Сол кезінде әдемі болып жайылатын болады қамырымыз. Алдын ала қуырылған картошкамызды сковородкамызға салып, үстіне томат немесе помидор салсаңыздар болады. Мен осында қыста жапқан өзім салатымды салдым. Үстіне суды құйып, бетінен шығып тұру керек. Енді тұз, қара бұрыш, паприка араластырамыз, сосын қайнататын боламыз. Қайнап шығады, бір жарты сағатта еті, картошкасы пісіп. Ендігі кезекте етіміз піскенше біз қамырымыздың ортасына осындай сәбізімізді теркадан өткізіп қосатын боламыз. Кішкене пиязымызды да турап аламыз, петрушка қосамыз, жақсылап араластырып, қамырымыздың ортасына салатын боламыз. Ендігі кезекте қамырымыз дайын болды. Мінекей осыны видеодағы көрсетілгенде әдемілеп жайып аламыз қамырымызды. Қамырды жайған кезіңізде ортасына күш түсірмейміз, шетіне баса отыра жаятын боламыз. Осылай қамырымызды жайып болған соң, қамырдың үстіне сұйық майымызды жағуды ұмытпаңыздар. Сол кезінде қамыр жабыспай пісетін болады. Ендігі кезекте сәбізімізді, петрушка қосылған осында начинка деп аталады, соны салып қамырымызды ораймыз. Сіздер домалақ ретінде орасаңыздар да болады. Мен осылай жалпақ ретінде орап кесіп шықтым. Картошка еті пісіп болған соң, үстіне осы қамырымызды жайғастырамыз. Газын астын баяу қоясыздар. Үстін жауып, қамырымызды пісіреміз. Пісіп шыққан қамырымызды тарелкамызға орналастырып, үстіне подливасын құйып, дастарханымызға ұсынамыз. Егер достар, осы видео рецепт сіздерге ұнап жатса, видеоның астында поделиться деген батырманы басып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деп сұраймын. Әпкелеріңізбен, сіңілдеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осы ыстық тағамды аузашарға міндетті түрде жасап көріңіздер.